Алдарыңызда қып-қызыл Hyundai Accent. Бұл да кішігірім повреждениемен. Жалпы мына сызықты көріп тұрсыздар ғой. Ва келеді да мына жерден бітеді. Кішкене осы бір жерлер повреждение болған, бампер сынып қалған. Бампер ауыстырылған, мына жерлер жасалған. Сол кезде мына сызық кетіп қалған да. Жоғары жағы емес, еще мына асты жетек қырттай. Жалпы 12-ші жылғы теңгемен қазір курспен есептеп қарағанда 3,5 миллионға Ақтауға барады екен. Еще осы көлік керек болса, қызықтырса, хабарласыңдар. Толыққан түсіріп береміз, түсіндіріп береміз. Жалпы 1.6 GDI мотор, 12-ші жылғы ішінде көрсете кетейін. Дискілерді әдемі. Іші простой мата, ашық түс екен. Типтроник, кондер. В общем, простой комплектация. Қызыл түс. Алып таксиге тепсеңдер болады. Әдемі көлік. Достар, міне Hyundai Tucson алдарыңызда 15-ші жылғы екілік көлеммен мотор GDI. Мотордың жағдайы өте тап-таза, ешқандай май шығып атқан жері жоқ. Капот ауысқан, жалпы удар болғанда үш жағынан ұрылған, капот мыжырылып кеткен, капот ауыстырылған, ешқандай подушка ашылмаған. Қап-қара түс Tucson. $15,300 деп тұр. Екілік көлеммен 16 деп қойған, бірақ 15-ші жылғы. Бұлар да неге 16 деп қояды, себебі мына жерде қай жерде жаңағы 10 ай 15-ші жылға. Жылдың жартысына былай өткеннен кейін 16 деп айтылады да. Қағаз бойынша 15 болады. Неке мынандай қосымша AUX, подогрев. Керемет екен. Іштерде мата, тап-таза электронный сиденье. Барлығы көріп тұрғаныңыздай тап-таза. Тегіс пол болады екен почти. Четыре вода, 4 дөңгелек. Так, бұлар 15,300 болғанда, қазір курс неше болып тұр, соған көбейтесіз, теңгелей бағасы шығады. Осы жердегі бағасы $1,600-ға Ақтауға жетеді үстіне қосылып. 15 дегенде де $16,600-ға Ақтауға барады, потом растаможкасы бар. Қазақстаннан арзан болады. RX 350 жанып тұр ғой, күнге шағылысып. 3.5 көлеммен 14-ші жылғы $18,500. Теңгемен айт дейтіндер болса, теңге 480 ба, соған көйте салыс 18,500. Осы жерде бағасы шығады. Ішінде подогрев сиденье, обдув сиденье, джойстик, мостик бәрі бар, короче. Парктроник 350. Тамаша екен кәдімгідей. Өзім алғым келіп кетті оны. Ставка темір, никель мане. Кожа. В общем, $18,500. Датчиктері бар. Алдыңғы парктроник. В общем, комплектация мықты болмады. Люкпен. Бағасы осындай 480-ге көбейтіңіз, 18,500. Теңгелей бағасы шығады. Ал достар, алдарыңызда 45-тік 2010 жылғы күміс түс кәдімгідей жанып тұр. Әңгіме жоқ сыртқы көрінісіне. Ешқандай бір проблема көрінбейді, в общем. Іші кожа эле нұсқасында. Орындықтарға жалпы кожаға трески түскен. Болады енді қатты да трески түспеген, нормально жағдай. Эле. Әдейі кәдімгі сыртқы көрінісі жанып тұр, жағдай тамаша негізінде. В общем, теңгемен есептегенде, қызыл нөмірмен тұр ғой, бұны мынандай нөмір қылу керек, көк, қара. Сомен барлығын есептегенде 4,700,000, грубо алғыды дегенде де 5 миллионға тақап Ақтауға барады жалпы. Хабарласыңдар, дәл осы 45-тік керек болса. Ал енді алдарыңызда екі красавчик, 50-лік, біреуі қара, біреуі ақ, қою көк қара болғанда. Мынау 9400, мынау 9300, 13-ші жылға, мынау 13-ші жылға. Екеуі де бірдей, в общем, есе комплектация. Қайсысы әдемі көрінеді? Қою көк, елді ақпа. Негізі ақ әдемі көрінеді. Мына жерлеріне оқ тиген екен. Екеуі де транзитпен тұр.
Бағалары 9300, 10300 екеуінің де бағасы. Бұлай алғанда немен. Мынаның іші толықтай кожа екен. Подогрев бар. Әдемі екен мынаның іші. Есе нұсқасында. Мынау да есе нұсқасында. Мынаның іші тонировканы тұрсақ то. Мына да подогрев жоқ. Кожа емес, сырт кожа, ортасы орындықтың. Мата 9400 дейді. Әдемі 250-лік. Достар, алдарыңызда міне Lexus GS 350 3/5 көлеммен аппақ түс екен. Жалпы ақ маржан. Жылтырағы бар ішінде. Алдыңғы парктрониктер. Комплектация әдемі. F-Sport. Жалпы алтынан соққы болған, капот кішкене көтерілген. Рульдің подушкасы ашылған болды. Үстінде люгімен қара кожа. В общем, әдемі. Дерзкий Lexus GS 350. Артық парктроник бәрі бар. Теңгемен есептегенде жалпы 8,5 миллионға барып тұр екен. Қазақстанға дейін 8,5 миллион. Біздің жеткізу услуга бәрін қосқанда. Бұлары Ақтауда 11 миллион, 12 миллион теңге. Разница қандай, Лупарик түсіріш деп атқандар көбейді. Осы менен Лупарик 2001 жылғы рестайлинг, таза неміс. Ешқандай история жоқ, соғылмаған көлік. Орташа комплектация бар, люк бар. В общем, Қазақстанға барғанша 3 миллион 600 ба, сондай болады екен. 3 миллион 600-ге Дерзкий Лупарик. Таза неміс. Жалтырап тұр ғой, іші қара кожа. Кожаларда нормально екен, қаттан треска болып атқан жоқ. Жауық тұр екен. Рестайлинг, Лупарик керектерге хабарласыңдар. Нөмір тастайын. 13 жылғы Сиена. Осы Сиенаны көп сұрайды. Транзит қызыл нөмірмен тұр, демек үстіне қосылады бұның. 13 жылғы $13,800, 132 мың миль жүрген екен. Люк жоқ, жалпы орташа комплектация жағдай таза. 13,800, $14,800 да. Грубо айтқанда, эле комплектация. $13,800. 14,800 болады, егер грузинмен алатын болсаңдар. Ал мынау $16,000. Бұл ақ маржан. Комплектация толық сияқты, оны да 15 жылғы. Іші кожа, можа. Мынау қымбаттау екен. XL комплектация. Мынау 14, мынау 13,800 болса, мынау 16,000. Сиеналар керек болса хабарласыңыздар. Сиена көп мықты, ар жағында да бар, мына жақта да тұр, рунерлер тұр. Достар, мына кішкентай көлік көрдіңдер ме? Қаланың ішіне өте ыңғайлы екен. Әсіресе агент болып жұмыс жасайтындарға. Бағасы $1200. Ойыншық машина сияқты. Еще транзитпен тұр. $1200. Тек Honda HRV 2020. 16,300, 15 миль жүрген ғой, 1,8. Іші мата екен. Төрт дөңгелек тебеді, в общем. Дерзкий кроссовер тоже әдемі кететін. Қыз балдарға да, ер балдарға да. Таза көліктер. Растамош жасап аласыздар спокойно. Toyota Camry аппақ кәдімгідей. Жан тұр 2014 таза. Бұйырса транзитпен оформить етеміз қазір. Көріп тұрғаныңыздай 130 мың жүрген. Іштер бәрі дерзкий. Есе нұсқасында, есе. Есе нұсқасында Қазақстанға қарай жол тартады. Әдейі есе. Вообще ешқандай подушка ашылмаған. Осы жерден болған олар.
құрттай капот мыжырылған, в общем, жасамаған, полный детальный ауыстырып тастаған ғой. Шпаклевка жоқ ешқандай. Дерзкий. Қазақский дерзкий болады ғой ертең. Кабанды қараңыздар, 99 жылғы жағдай, от қой жанып тұр. Әдемі қылып жасап қойған екен. 95 мың миль 3.2 объеммен. Мына телефонға хабарласып, өздеріңіз сұрағаныздар, бағасын жаздапты. Единственный тұрғасын іштерін қарашы, салондары қандай. Тап-тазадан. В общем, сөз жоқ. Мерзкий. Әдемі мерзкий. Сырт қарашы, ақ қызыл. Ал достар, алдарыңызда Highlander кроссовер 2013 жылғы. Осы жерде бағасы, растаможенный бағасы $13,000. 3.5 объеммен. Жағдай идеал, в общем. Алдыңға артқы камералар бар, іштері мата, орындықтары. Коробка автомат, классикалық. Еще газ бар, газ қондырылған. Люк жоқ, түс ақ маржан. Акрискілерде кәдімгі. Әдемі екен. Highlander 2013 жылғы, 4 VD. Кроссовер, міне, дерзкий кроссовер, үстіне 2600 қосылып, Ақтаудан бір шығады ғой. Хабарласыңдар есічі. Так, міне қызыл Camry бар, 14 жылғы таза. Қып-қызыл дерзкий, в общем. Растаможенный. А? Растаможкасымен 8,5. $8,5 мың. $10,600 барады, $11,600 барады. Так, міне 5-ші ай 14 жылғы. Нешеге барады? $11,600 Ақтауға барады мына көлік. Қызыл түс кәдімгідей дерзкий. Жалтырап тұр. Пробег какой? 97. 97. 97 миль жүрген.